Сәлем достар, қазір мен сіздерге Poison'дағы астындағы 4 значок туралы айтып өтемін. Бірінші значогымызға кіреміз. Бұл жерде бізде прямой эфирлар, прямой трансляция, живой отзывтар және де әртүрлі видеолар орналасқан. Мысалы, үстіндегі мына стрелканы бассақ, бұл жерден біз категорияларды табамыз. Үстіне мысалы осы кнопкамызды басайық. Бұл бізде адамдардың жүргізіп жатқан прямой эфирлары. Мысалы, біреуіне клик. Мына жерде адамдар тікелей эфирге шығып, өздерінің товарларын сатып жатады. Келесі категориямызға барсақ, бұл жерде әртүрлі видео, TikTok-тағыдай біздің және Instagram-дағы Reels-тағыдай видеолар таба аласыздар. Әрі қарай бізде адамдардың живой отзывтары орналасқан. Егер де сізге осы жерден бір товар ұнап және оны тапқыңыз келсе, қазір мен сізге көрсетемін, қалай табу керектігін. Мысалы, маған осы кроссовки ұнап қалды. Кроссовкенің үстіне басамын. Астына қарай түссек, адамдардың отзывтарын көре аласыздар. Мына осы жерден осы кроссовкенің ссылкасын таба аласыздар. Өте ыңғайлы, және де астына түссек, бұл жерде адамдардың живой отзывтарын, комментарияларын көре аласыздар. Екінші иконкамызда бұл жерде бізде умная лента орналасқан. Бұл умная лентада сіздерге көбінесе қай затыңызды көп іздейсіз, сол затқа ұқсас немесе сол затты сіздерге көрсетеді. Үстінде бізде категориялар орналасқан. Осы категорияларды переводчикке салып, оқып, қарап, таныса аласыздар. Келесі үшінші иконкамыз біздің бұл сообщение. Бұл жерде сіздерге әртүрлі магазиндерден немесе продавецтерден сообщениялары келіп түседі. Переводчикке салып, бұны да переводтасаңыздар болады. Соңғы иконкамыз біздің главная страница. Бұл главная страница туралы сіздерге келесі видеода айтамын. Бұл жерде бізде ең керек значоктар орналасқан. Келесіде сіздерге осы значоктармен қалай жұмыс істеу керекенін айтып беремін. Баршаңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.